Қайырлы таң достар, біз Пусанға жолға шықтық. Мына жерде кесіншіге кетіп бара жатырмыз біз. 다시 한번 승차 안내 말씀드립니다. 부산 복합열차입니다. 동대구역에서 다시 분리해 운행될 예정이오니 가지고 계신 승차권을 확인하시며 해당 호차로 승차해 주시기 바랍니다. Вокзалдан түскен соң қонақ үйге жол тарттық. Қонақ үйге біз осындай автобуспен бардық. Қандай номер екенін есімде жоқ, дегенмен тез жетіп алдық. Вау! Оңтүстік Кореяда көптеген пәтерлерде, әсіресе шағын студиялар мен жатақханаларда душ пен дәретхана бір бөлмеде орналасқан. Бұл елдегі тұрғын үй кеңістігінің тапшылығы әсерінен қалыптасқан стандарт. Жатын бөлме өте қарапайым, өте таптаза, бізге тазалығы өте қатты ұнады. Холодильниктері де бар екен. Пусанға келдік. Енді тамақтан алып отырық. Күміске екен сенікі ма? Екеміз екі түрлі алдық. Бағалар әртүрлі шығар, көреміз. Осындай тамақ алдық. Қазір тамақтанып көреміз. Автобусқа да мініп көрдік. Қазір сіздерге көрсетемін. Біздер 87 деген номерді іздеп тұрмыз. 감사합니다. Автобустан түскеннен кейін Пусандағы бірінші локацияға бара жатырған едік.
сіздерге айтып өтетін бір жайт бар. Біз осы локацияға бару үшін мына жердің барлығынан өтіп, қараңыздар, таулы аймақта орналасқан, яғни биікте, осылай жоғарыға көтерілу керек екен. Біз Корея тұрғындары үшін, Пусанның тұрғындары үшін бұл қалыпты жағдай болуы мүмкін, бірақ мен үшін емес, өйткені мен күнде тауға шықпаймын. Осылай жоғарыға көтерілесіздер. Көтерілген кезде демалу өте қиын. Әрең көтерілдік, шыны керек. Пусандағы қайырлы таң. Біздер завтракқа бара жатырмыз. 4-ші этажда. Келесі күні менің тамағым ауырып қалған екен. Сондықтан мән бермеңіздер. Осындай. Іші өте тап-таза екен. Таңғы асты көрсетейін сіздерге. Жұмыртқа, нан, хлопья, тәтті, кофе. Мына жерде сары май, жем. Осы завтракымыз. Іші мынандай тап-таза. Мынау мен.
билет. Ой, BTS. Пустой автобус. Бізден басқа ешкім жоқ. Жолма-жол не алып келдік өзімізбен бірге, қазір көрсетем. Өзімізбен бірге азық-түлік алып келдік. Қазір азық-түлікті көрсетем. Осындай азық-түлікті алып келдік. Клубника жеп көреміз. Осы жердің клубникасын. Мынау не знаю, мынаны білмеймін не екенін. Мынау коктейль да. Алдыңғыдай емес. Өзгеше екен. Көрейік деп алдық. Мынау сары май. Қазір көреміз дәмін. Мынау өзіміздікіндей мынаны алып жейік деп алдық. Мынау сүт. Мынау таңертеңгі ішетін ғой, завтрак. Осындай алдық. Бағалар осының қанша шықты, қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Осының барлығы 20.660 вон шығып тұр. Енді бағалары кішкене қымбаттау. Енді біздікіне Қазақстанға қарағанда. Осындай 7800 теңге. Ал тағы көрсетіп кетейін. Мынау мына жерде таңғы ас беріледі. Бұл жерде біз шай ішейін деп жатырмыз. Мына жерден су құйып аласыздар. қайнады. 내가 마저 먹게. 그럼 선물해 준 건데. 자, 사진을 다 찍었어. 올라가 보이는 거. Бардакта отырмыз, отырмаймыз. 감사합니다. Күшті осындай торт берді туған күні. 감사합니다. Осымен бүгінгі видеоблогымыз аяқталды. Көңіл бөліп көргендеріңізге көп рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоблогта кездескенше сау болыңыздар.